Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге Әлішер Қамалханұлы, тарих ғылымдарының магистрі, ұбт сарапшысы. Бүгін біз ұлттық тестілеу орталығының ақылы нұсқасын тапсырып көретін боламыз. Яғни бұл баламалы сұрақтар келеді, ұбт сұрақтары дәл осындай болмайды. Дегенмен де шамамен сіздерге жұмыс жасауды көрсететін боламын. Алғашқы сұрақ: біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 мыңжылдықтар аралығында Қос өзенінің оңтүстік аймағын қоныстанған тайпаны анықтаңыз. Әрине, бұның жауабы бізде шумер болады. Бұл оңай сұрақ. Бұл 4-ші мыңжылдықта өркениетті негіздеушілер болып есептеледі. Ал солтүстігінде өмір сүрген тайпаны Аккад деп атайды. Сол себепті солтүстік Месопотамия Аккад деген атаумен белгілі. Енді бұл жерде түкте қатысы жоқ. Осман империясындағы серб, болгар жаңағы партизандарын қалай атайтын еді? Гайдуктер деп атайды. Ал көтейліктер дегеніміз біздің заманымыздан бұрынғы 22-ші ғасырда жалпы мынау Қос өзенге шабуыл жасаған көшпелі тайпаларды біз көтейліктер деп атаймыз. Ал арийлер дегеніміз бұлар біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықтың соңы 1-ші мыңжылдықтың басында Үндістанға қоныс аударған Иран территориясынан ирандықтар мен үндістердің арғы бабасы болып есептеледі. Арийлер деген, сіздер енді дінін білесіздер, Зарастризм дінін, Авеста деген қасиетті кітабы бар. Дұрыс жауап бізде шумер болады. Келесі сұрақ: Англиядағы Уот Тайлер көтерілісінің басталуына себеп болған жағдайды анықтаңыз дейді. Соғысты жалғастыру үшін жаңа салықтың енгізілуі. Дұрыс айтасыздар, өте жақсы. Соғысты жалғастыру үшін жаңа салықтың енгізілуі. Енді шағын жарнама айта кетейін, мынау ютубта көріп отырған оқушылар үшін. Бізде қазір қаңтар ұбт-сының талдаулары жүріп жатыр, соған қатысыңыздар. Қаңтар ұбт-сының өзінен 140 балл алыңыздар. А жауабы бізде феодалдардың шаруалардың жерін тартып алу деген қате жауап болады. Бұл жалпы феодализмнің дамыған феодализм кезеңінде болған оқиғалардың бірі. Егін шықпай қалу салдарынан шаруалардың аштыққа ұшырауы деген қате жауап. Бірақ бізде жалпы орта ғасырлар тарихына байланысты 1347 жылғы қара індет, оба ауруын таралуы келеді. Сол кезде аштыққа ұшыраған болатын. Және де аштық, ашаршылық, яғни Альбрехт Дюрердің 4 салт атты картинасының кейіпкерлерінің бірі болады. Ажал, ашаршылық, соғыс, індет деген 4 салт атты бар. Ал корольдің шектен тыс қатыгездігі деген қате жауап. Бірақ бізде Еуропа тарихындағы билеушілердің ішінде қатыгез тұлғалар болған. Соның бірі Осман империясының билеушісі 2-ші Абдулхамид Зулим деген атау алды, немесе қанау, езу деген мағынаны да білдіреді. Келесі сұрақ: енді Уот Тайлер көтерілісі қай жылы болып еді? 1381. Дұрыс, 1381 жылы болған көтеріліс болады. Ал 1358 жылы Францияда осы уақытта Жакере көтерілісі болған. 100 мың адам қатысқан, Гильом Каль басқарған, Бавария округінде басталып, Шампань, Иль-де-Франс, Пикардия аймақтарын қамтыған болатын. Келесі сұрақ: Қытай императоры Чжу Яншань құрған әулеттің атауы дейді. Жалпы бізде дұрыс, Мин Беглей салайық, жарайды. Енді қалған жауаптарын алып тастайық. Жалпы бізде цин деген мягкий знагымен тұратын болса, бұл ежелгі дәуірдегі біздің заманымыздан бұрынғы 221 жылы Инчжэн, яғни Цин Ши Хуанди құрған ең алғашқы бір орталықтандырылған Қытай мемлекеті болады. Ал Тан дегеніміз 618-907 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Ал Сұң мемлекеті болатын болса, бұл бізде 1271 жылдан бастап, 960 жылдан бастап 1271 жылға дейін өмір сүрген Сұң мемлекеті болады. Суй дегенде бар, ол бізде 581-616 жылдар аралығында өмір сүрген. Енді осы Чжу Яншанның өзіне тоқталайық. Жалпы 1351-1368 жылдары 17 жылға созылған Қытай тарихында қызыл орамалдар деген көтеріліс болған. Ақ лотос ұйымы ұйымдастырған болатын. Міне осы көтерілісті Хан Шаньтунь мен Хан Линер басқарған еді. Хан Линер баласы, Хан Шаньтунь әкесі. Осы көтеріліс аяқталған шақта Чжу Яншань 1368 жылы таққа отырады. Сонымен Мин династиясы басталады. Бұл 1644 жылға дейін, яғни Цин династиясына дейін болады. Кейін 1644 жылдан 1912 жылға дейін Мәншүрлік
Цинь династиясы өмір сүрген болатын Пуйдің билігіне дейін. Келесі сұрақ. Аңыз бойынша оңтүстік Американың батыс жағалауында күннің балалары негізін қалаған мемлекет. Инктер. Бұның әрине жауабы бізде инктер болады. Енді Теночтлан деген астанасы бар. Бұл солтүстік Америка территориясында өмір сүрген, оңтүстік Америкаға жатпайтын. Бұл қайсысы болады? Ацтек. Ацтектер болады, иә. Юкатан түбегін мекен еткен тайпаларды қалай атайтын едік? Майялықтар деп атаймыз, иә. Ал егер сұрақта батыс Африкада өмір сүрген мемлекет десе, онда ол Соңғай мемлекеті болады. Бұл Африка, жауабын бірден алып тастайсыздар. Сонымен ана екеуі солтүстікте, Мексика территориясы мен оның жоғарғы бөлігі, дұрыс жауап инк болады. Күннің балалары Тауантин Суи деп аталады. 4 біріккен өлке деген мағынаны білдіреді. Куско деген астанасы, Мачу Пикчу деген бір әдемі қаласы бар екен. Келесі сұрақ. Англияның, Шотландияның, Ирландияның өмірлік лорд-протекторы болып тағайындалды. Оливер Кромвель. Әрине, оның жауабы бізде Оливер Кромвель болады. Оливер Кромвель 1640-1653 жылдар аралығында ол кісі мына ұзақ парламенттің шағында бірінші Карлға қарсы соғысқан темір жондыларды, яғни домалақ басылар әскерін басқарған болатын. Және осы 1653 жылдан 58 жылға дейін өзінің жеке билігін орнатқан еді. Міне осы Оливер Кромвель Англия, Шотландия, Ирландияның өмірлік лорд-протекторы болды. Енді сұрақ. В дистракторы С, Д-да тұрған Лейлберн, Овертон, Уолвин, бұлар теңестірушілер партиясы қандай партияның негізін қалаушылар еді? Левеллер партиясының негізін қалаушылар Лейлберн, Уолвин, Овертон болады. Осыларды ұмытпаймыз. Дұрыс жауап Оливер Кромвель. Келесі сұрақ. Солтүстік және оңтүстік Американың плантацияларына еңбек ету үшін құлдар әкелінген жер? Африка. Дұрыс, әрине Африка. Енді сіздерге сұрақ. Сіздер егер дистрактор қоятын болсаңыздар, Египетті қоятын бедіңіздер осы сұраққа? Жоқ, өйткені не себепті? Египет Африкаға кіреді. Дұрыс, Африкаға кіреді. Молодец, өте жақсы. Египетті алып тастауға болады, иә, бұл жерде. Так, сонымен Қытай мен Индия дегендегі Индия деп біз қазақтар атпаймыз, оны Үндістан дейді. Мынау бізде қате, яғни дистракторлар болып есептеледі. Енді сіздерге сұрақ. Ақ құлдар деген болды. Ақ құлдар қай құрлықтан келді? Еуропа елдерінен келді. Молодец. Жалпы ең көп бөлігі солтүстік Америкаға негізі ағылшындар келген болатын. Одан бөлек француздар, испандықтар, голландықтар да болған. Дұрыс жауабы Африкадан. Плантация әсіресе солтүстік Американың оңтүстік бөлігінде, оңтүстік Америкада дамыған еді. Келесі, екінші Абдулхамид Сұлтан билеген кезеңнің тарихтағы атауы қандай? Қанау. Дұрыс, Қанау болады. Енді сұрақ. 20 ғасырдың 20 жылдары Америка Құрама Штаттарының тарихындағы prosperity сөзінің мағынасы қандай? Гүлдену деген мағынаны білдіреді. В дистракторында тұр. Ал 1964-1982 жылдары Леонид Брежневтің билік ету кезеңін қалай атаймыз? КСРО-дағы? Тоқырау, иә. 60-70-тегі адамдар билік жүргізген кезең, партияны өмір бойы басқарған адам болды, иә. Ал 1985-91 жылдары билікте болған, 1987 жылы мына қайта құру дегенді ұсынған кім еді? Горбачев. Дұрыс, әрине, ол бізде Горбачев болады. Дұрыс жауабы Қанау, езу, зулим деген кезеңді білдіреді. Өйткені 1876 жылы либералдар билікке келді көмегімен. Одан кейін конституция қабылдады, адам құқықтары мен бостандықтарын жариялады, парламент шақырды. Бірақ 1877-78 жылдардағы орыс-түрік соғыстарын пайдаланып, екі палаталы парламентті таратып жіберді. Және 1878 жылы ақпан айынан бастап өзі басқарды. Және конституция тек қана сөз жүзінде ғана қалды. Және 1894 жылы армяндардың Кіші Азияның шығыс бөлігіндегі көтерілісін аямай басқан болатын. Дұрыс жауабы Қанау деген сөз. Келесі.
19 ғасырдың 50-60 жылдары Германияда орын алған өнеркәсіптік революцияның ерекшеліктерінің бірі. Д. Бұның жауабы әрине бізде Д жауабы болады. Отандық жетілдірілген жабдықтарға сүйенуі болады. Мен сіздерге айтқан болатынмын, Отто фон Бисмарк деген қайраткер 1862 жылы Пруссияның канцлері болып тағайындалады. Қан мен темір деп аталатын саясат жүргізген милитаристік, және ол өнеркәсіпті дамыту кезінде отандық жетілдірілген жабдықтарға сүйенді. Өнеркәсіп буржуазиясының бәсекелестікке қабілетсіздігі дегеніміз, бұл бізде 19 ғасырдың екінші жартысы мен соңындағы Италияға тән болады. Феодалдық тәртіптердің сақталуы дегенімізде қате жауап болады. Бұл 1861 жылға дейін әсіресе Ресейде сақталды, басыбайлықтың жойылуына дейін. Ірі жер иеленушілер үлесі басым болған жоқ. Бұл жақта шаруалар болды ауқатты, оларды гроссбауэрлер деп атаған болатын. Дұрыс жауабы Д нұсқасы болады. Келесі сұрақ. 20 ғасыр басындағы екінші өнеркәсіп революциясы кезінде пайда болған жетістіктер. Бұның жауабы Компьютер, ғаламтор. бұл бізде телефон мен радио болады. Енді қалғандарын алып тастайық. Так, бірінші өнеркәсіптік революция 18 ғасырда пайда болған еді, ол Англияда. Ал 20 ғасырдың басында жаратылыстанудағы революция болды. Сол уақытта телефон Александр Беллдің пайда болды. Және де 1895 жылы жасалған Поповтың радиосы жетілдірілді. Маркани радио жасап шығарды, радио қабылдағыш. Сонымен дұрыс жауап телефон мен радио. Енді қалғанын алып тастайық. Транзистор 1947 жылы ақш-та пайда болды. Және 1952 жылы Жапониядағы алуан түрлі аппаратурада қолданыла бастады. Робот 1962 жылы ақш-та өнеркәсіптік роботтар пайда болды. Механикалық ұршық пен белдік ол 1733 жылы Джон Кей жасаған. Ал компьютер мен ғаламтор деген ол қате жауап. Компьютер 1971 жылы Intel компаниясы мини процессор жасайды. Сонымен 1976 жылы компьютер пайда болған. Одан кейін ғана ғаламтор пайда болды. Дұрыс жауап телефон мен радио болады. Және бұл жерде орын ауыстырып бере береді. Яғни кинематограф болуы мүмкін, фонограф болуы мүмкін еді бұл жерде, 20 ғасырдың басында жетілдірілген үлкен құралдар. Дұрыс жауап телефон мен радио болады. Келесі сұрақ. Яғни солай әрбір дистрактормен жұмыс жасауыңыз керек. Так, кеңестік Ресейде 1922 жылдың аяғына қарай пайда болған тұрақты ақша бірлігі. Дұрыс, червонец. Енді бұл 2024 жылғы бұты сұрағы, жеңіл сұрақ, жалпы қалған жауаптармен жұмыс жасайық. Рубль 1947 жылы қалыптасты, ақша реформасы жүргізілді, карточкалық жүйе жойылды, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде енгізілген. Гривен дегеніміз көне Киев Русінің үлкен валютасы болады, және бұл тәуелсіз Украинаның валютасы, гривен деп жазылады негізі. Одан кейін чекил дегеніміз, бұл бізде енді көп қолданылады, Израиль мемлекетінің де валютасының бірі болады. Дұрыс жауап бізде червонец. Енді бұл не үшін беріліп тұр бұл сұрақ? Өйткені 1918-21 жылдары әскери коммунизм саясаты кезінде ақшаны алып тастаған мүлдем. Сол кезде карточкалық паек жүйесі болды, жаппай еңбек милитаризациясы болды, және азық-түлік салғырты болды. Енді мына жаңа экономикалық саясатта уақытша нарықтық қатынастар енгізілді. Сол кезде ақша қажет болды. Сол үшін ақшаны енгізді. Сонымен дұрыс жауап Д нұсқасы болады. Келесі сұрақ. 1935 жылы Гоминдан үкіметінің басшысы Чан Кайши жапон басқыншыларынан елді құтқару үшін көмек сұрады. Бұл Кеңес одағынан. Молодец, өте жақсы. Чан Кайши деген 1925 жылы Сун Яцен Пекинге сапары барысында қайтыс болып, кейін 1925 жылдан бастап Гоминдан үкіметінің ішінде ықпалы күшейген қайраткер болады. Білетін шығарсыздар, 1949 жылы Чан Кайши ақш-тың көмегімен Тайванға қоныс аударып, 75 жылға дейін сол Тайванда Қытай Республикасын басқарған Чан Кайши болады. Енді Германиядан көмек сұрамайтын себебі бар. Өйткені Германия ол фашистік ел.
Ал ол жапондардың кейін одақтасы болады. 1936 жылы антикоминтерндік пакті жасайды Германия мен Жапония, және де 1940 жылы тарихшылар арасында құрыштық пакт деп аталатын үштік пактыны жасайды 27 қыркүйекте. Ал Ұлыбритания мен Франция ол кезде мынау басқыншыларға қатысты агрессорды тоқтату үшін 35 жылдан 39 жылға дейін Германия тарапына қарсы қандай саясат жүргізбеді Ұлыбритания мен Франция? Тыныштандыру саясатын жүргізген болатын. Сондықтан дұрыс жауап Кеңес одағы болады. Келесі 1923-29 жылдары ақш президенті Кальвин Кулич ұстанған саясаттың бағыты дейді. Жалпы бізде мемлекеттің экономикалық өмірге аса араласуы. дұрыс, өте жақсы, бұл дұрыс жауап. Енді біраз айта кетейін. Кальвин Кулич жалпы бізде республикалық партияның өкілі, негізі білетін шығарсыздар, 1913-21 жылдар аралығында Вудро Вильсон деген президент болған, демократ. 21 жыл кетіп қалды. Сонымен 21-23 жылдары Уоррен Гардинг болды, 23-29-да Кальвин Кулич, 29-32 жылдары Герберт Гувер болды. Олардың бәрі республикалық партиядан. Көп жауапты сұрақ келеді, онда білулеріңіз керек, жарайды. Ал Кальвин Кулич дегеніміз ол олигополиялық олигархиялық топтарға көмектесті. Оның ішінде Рокфеллер, Морган, Дюпон сияқты қайраткерлерге көмектескен болатын, Меллон сияқты. Ал сосын бұның кезінде Крайслер, General Electric, General Motors сияқты компаниялар пайда болған еді. Енді қалған жауаптарын алып тастайық. Жұмыссыздар үшін қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырылу деген бұл Герберт Гувердің кезінде де болды. Кейін Франклин Делано Рузвельттің кезінде қолға алынған болатын. Үкіметтік бағдарламалардың көптеп қабылдануы Франклин Делано Рузвельт және кәсіподақ құқығын арттыратын заң 1935 жыл Вагнер актісі деп аталады. Жұмысшыларға ереуіл құқығын берген болатын, еңбек қатынастарын реттеген заң болады. Сонда А, С, Д дистракторлар, қалғанның барлығы ол Франклин Делано Рузвельт болады. Келесі сұрақ. 1925 жылы жаңағы бүкіл кеңестік большевиктік партияның 14-ші съезде қабылданған шешім. Индустрияландыру. Бұның жауабы бізде индустрияландыру болады. Яғни қорғаныс қабілеттілігін арттыру, ердің экономикалық, техникалық артта қалушылығын жою үшін индустрияландыру бағытын жариялаған болатын. Бұл кезде билікте уже Сталин болады. Сонымен индустриализация жарияланды. Ал ұжымдастыру дегеніміз 1927 жылы нешінші съезде қабылданған еді? 15-ші съезде. Және 1928-29 жылдардан бастап қарқынды түрде жүзеге асырыла бастады. Ал жаңа экономикалық саясат 1921 жылы 10-ші съезде қабылданып, 31 жылға дейін өмір сүрді. Ауыл шаруашылық артельдерін құру дегеніміз ұжымдастыру кезінде болған саясаттың бірі. Дұрыс жауабы индустрияландыру болады. Ол кезде 1926 жылдан бастап Днепро ГЭС салына бастады. Сталинград қаласында трактор зауыты қолға алынды және 1500 километрді құрайтын ірі темір жол құрылысы басталды. Ол қалай аталады? Түрксіб темір жолы деп аталады. Ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. Германиядағы жұмысшылар арасындағы ең беделді партия дейді. Бұның жауабы бізде әрине Герман социалистік демократиялық партиясы болады. Герман социал-демократиялық партиясы Фридрих Эберт басқарған 1918 жылғы 9 қарашада басталған. Енді 9 қараша негізі қазанда Кильдегі матростардың, теңізшілердің шеруінен басталып кеткен. Қараша революциясында жетекшілікті Фридрих Эберт алады. Және ол халық өкілдерінің кеңесін құрады. Мынау А дистракторында ол Фридрих Эберт құрған үкімет болады. Ал ұлттық социалистік жұмысшы дегеніміз, бұның жауабы бізде ол 1925 жылы құрылған Адольф Гитлердің партиясы. Оны НСДАП деп атайды, немесе ұлттық социалистік жұмысшы партиясы дейді. Ал Герман тәуелсіз социал-демократиялық партиясы ол бізде орталық бөлігі болады, және оның сол қанаты Спартак одағы, оны Роза Люксембург пен Карл Либкнехт басқарған болатын. Келесі сұрақ. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында ақш мемлекеті қабылдаған ленд-лиз заңның мәні. Жалпы бұл 1941 жыл қабылданған және
7 қарашада КСРО мемлекетіне таратылған. 1943 жылы Сауд Арабиясы мемлекеті де ленд-лизге қосылған. Бұл одақтас мемлекеттерге соғыс жүргізуге әскери қару-жарақ беру. Так, ақштың экономикалық ресурстарын мобилизациялау деген қате жауап болады. Бұл бізде мүлдем қате, бірақ бұлар 1941 жылы 8 желтоқсанда Жапонияға қарсы соғысқа кіреді. Сол кезде осы экономикалық ресурстарын мобилизациялайды. Германия мемлекетіне әскери экономикалық көмек көрсету деген қате жауап, бірақ ұбт сұрақтарында кездеседі. 20 ғасырдың 30 жылдары Англия мен ақштың монополиялары, сауда монополиялары Германияға көмек көрсеткен болатын фашистік диктатураның орнауына. Тынық мұхиты жағалауындағы аралдарға әскери базаларды орналастыру деген қате жауап болады. Бұған тыйым салынған болатын бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін, бірақ кейбір мемлекеттерге бұл саясат жүрмеді. 5 держава трактаты дегенді білетін шығарсыздар. Келесі. Англия мен ақш алдын ала ұйымдастырылған дил жоспары бойынша күштерінің негізгі бөліктерін екінші дүниежүзілік соғыстың қарсаңында қай жерге орналастырды? Мажино сызығының. Мажино сызығының бойына болады. Ал Балқан түбегін олар КСРО-ға қарсы не ретінде бағалап еді? Плацдарм ретінде. Яғни Германия үшінші жаңағы рейх КСРО-ға қарсы соғыста Балқан түбегін өзінің плацдарм ретінде көрді. Сол себепті 1941 жылы 6 сәуірде Болгария аумағынан Грекия мен Югославияға басып кірді. Ал Балтық теңіз дегеніміз, бұл әрине бізде соғысқа дайын тұрған бөлігі болды КСРО-ның. Балтық теңізі, Солтүстік теңіз, Қара теңіз деген сияқтылар. Балтық теңізіне шыққан бірінші Петр болады. 1700-1721 жылдардағы солтүстік соғыс Ништадт келісім шарты. Арден тауларын айналып өткен болатын неміс әскерлері. Бұлында ұмытпауларыңыз қажет. Дұрыс жауабы Мажино сызығы болады. Келесі сұрақ. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қырғиқабақ саясаты орын алған мемлекеттерді анықтаңыз. ақш КСРО. ақш КСРО. Әрине бұл А деңгейлік өте жеңіл сұрақ, бұл оп-оңай сұрақ болады. Франция мен Ұлыбритания 1956 жылы мушкетер операциясы бойынша Египетке шабуыл жасағандар. Ал ақш пен Ұлыбритания 1941 жылы Ньюфаулендте Атлантикалық хартияға қол қойғандар. Ал Италия мен КСРО болатын болса, бұлар 1922 жылы Рапалло келісім шартына қол қойған елдер болады. Лапаро деппін ғой, ол Германия мен. Так, бұған біреу құрастырайық. Мынандай сұрақ. 1941 жылғы Ұлы Отан соғысында Италияның қарсыласына айналған ол КСРО болады. Өйткені Италия мен Германия өзара не еді? Қарсыластар одақтас болатын, ал КСРО қарсылас болды. Келесі сұрақ. 1963 жылы қару-жарақ жарыстарын шектеуге бағытталған алғашқы халықаралық келісім шарт. Мәскеу. Дұрыс, әрине бұл Мәскеу болады. Жердің үстінде, суда, ғарышта ядролық қаруды сынауға тыйым салынады. Бұл алғашқы халықаралық келісім шарт. Жердің астында ғана сынауға рұқсат беріледі. Ал енді қалғанын алып тастайық. Рейкьявик дегеніміз 1986 жылы КСРО мен ақштың өкілдері кездескен жер. Оған дейін олар бізде Женевада кездескен, және 87 жылы Вашингтонда Рональд Рейган мен Михаил Сергеевич Горбачев кездесіп, орта және шағын қашықтықтағы зымырандарды қысқартты. Ал Мастрихт дегеніміз ол 1992 жылы Еуропалық одақ құрылған қала болады. Голландияның қаласы деп келеді. Осыны ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. Айтпақшы, байқасаңыздар, барлығы бір-біріне ұқсайтын сұрақтар. Біз 12 талдау жасадық, соның бәрі бір-біріне ұқсайды. Өйткені ұбт цикл солай. Мысалы, маусымға бөлек сұрақ құрастырылады деген сияқты бөлек-бөлек болады. Мұның бәрі қазір жеңіл. 1985 жылы шекарадағы төлқұжатты және визалық бақылауды жеңілдету туралы келісім жасалған Люксембург. Шенген. Әрине, ол бізде Шенген болады. Енді Лиссабонды алып тастайық. 2009 жылы Еуропалық одақтың жиналысы келіссөз өткен жер ол Лиссабон болады. Оған дейін 2001 жылы Ниццада және 97 жылы Амстердамда жиналыстар өткізілген.
Ал Варшава 1955 жылы Варшава шарты ұйымы құрылған, ал Вашингтонда енді бұда көп 1942 жылғы бір конференция бар. Одан кейін Думбартан Окс бар, 44 жылы өткізілген. Вашингтон конференциясы 87 жылда болған еді. Дұрыс жауап Шенген. КСРОда алғашқы ядролық электростанция пайда болған, бұл жылымық кезеңі болады. Ал жылымық кезеңі кімнің кезеңі болады? Хрущев. Алғашқы ядролық электростанция пайда болды. Ленин атындағы мұз жарғыш пайда болды. Ең алғашқы реакторлық ұшақ пайда болды. Және тұңғыш әйел адам Валентина Терешкова ғарышқа ұшты. Және 1961 жылы Юрий Гагарин ғарышты игерді. 1957 жылы жердің жасанды серігі ұшырылды. Барлығы Хрущевтың кезінде болған еді. Дұрыс жауап Хрущев болады. Енді Сталин ол бізде 1924-53 жылдар, Брежнев болатын болса 1964-82 жылдар, Горбачев болса 1985-91 жылдар болады. Келесі, 18 ғасырдың екінші жартысында Үндістанда орын алған саяси жағдай. Енді бірден сіздерге көмек бере кетейін. 1756-1763 жылдар аралығында Францияны 7 жылдық соғыста жеңді. Және не істеді? Дұрыс. Ағылшын Ост-Үндік компаниясы Үндістанда өз билігін орнатты. Қалған алып тастайық. Елдегі ұлы моғол билігі Голланд Ост-Үндік компаниясына өтті деген қате жауап болады. 1602 жылы құрылған Голланд Ост-Үндік компаниясы деген болған. Одан кейін 1621 жылы бұлар Вест Үндік компаниясында құрған. Олар бірақ Үндістанда алған жоқ. Олар алған жерлер Цейлон мен Индонезия болады. Ұбт сұрағында кездеседі. Яғни оңтүстік, солтүстік Америка, Цейлон мен Индонезияда десе, ол бізде осы Голландия болады. Үнді ақсүйектер еуропалықтардың тәуелсіздігін сақтап қалған жоқ. Тіпті 1947 жылғы 15 тамызға дейін тәуелсіз бола алмады. Так, енді мыналардың бәрі қате жауап болады. Келесі сұрақ. 1815 жылы Вена конгресінің шешімі бойынша Австрияға өткен француз иеліктері. Далмация, Тироль. Дұрыс, Далмация мен Тироль болады. Так, Сейшель, Йон, Кап, Табога дегендер қай елге өтті? Англия. Англияға, Иллирия Австрияға өтті, ал Познан болса Пруссия мемлекетіне өткен болатын. Дұрыс жауабы Далмация мен Тироль болады. Бұны жақсылап жаттаңыздар. Келесі, Ресей мен Иран арасындағы Гүлстан келісім шартының нәтижесі. Бұның жауабы бізде Иранда Ресейдің ықпалы артты деген болады. Кавказ халықтарына Иранның ықпалы артқан жоқ. Керісінше, бұл енді 1804-1813 жылдардағы бірінші Орыс-Иран соғысы ғой. 1813 жылы 13 қазанда Гүлстан келісім шарты бойынша аяқталған. Солтүстік Әзербайжан, Дағыстан, Грузияны Ресей алған болатын, және Каспий теңізінде флотын ұстауға кепілдік алды, және Иранда Ресейдің ықпалы артты. Так, Каспий теңізінде Иран ел кетті деген екі соғыста да болған жоқ. 1826-28-дегі 1828 жылы 22 ақпанда біткен Түркменшай келісім шартында да бұл жоқ. Мынау да қате жауап болады екен, ойдан құрастырылған. Келесі. 1860 жылғы Пекин конвенциясына сәйкес Цинь мемлекеттік келісті. Не істеуге? Тяньзинь портын ашуға. Дұрыс, Тяньзинь портын ашуға. Қалған жауаптарын алып тастайық. Саудаға салынатын салық мөлшерін қысқартуға деген қате жауап болады. Жалпы бізде Тяньзинь келісім шарты деген өз бөлек келісім шарт бар. 1858 жылы жасалған. Ресей үшін 5 портты ашу деген мүлдем қате. Себебі Англия үшін 5 портты ашқан болатын. 1842 жылы Нанкин келісім шарты деген жасалған. Еуропалықтардың Янцзы өзенінде еркін сауда жасауы, бұл да Тяньзинь келісім шарты болады. 1858 жыл. Дұрыс жауабы Тяньзинь портын ашу Пекин конвенциясы. Енді Пекин конвенциясында Англия кули алуға рұқсат алды, жалдамалы жұмысшы. Және де 16-да 7 миллион өтемақы төледі қосымша, және Тяньзинь портын ашты деген болады. Келесі сұрақ. Және Уссури аймағын Ресей алған болатын 1860 жылы. Келесі. 19 ғасырдың 70 жылдардағы Ресейдегі революциялық халықшылдардың қозғалысын анархиялық бағытты басқарған Бакуниннің пікірі. Бұның жауабы бізде Бұқара халық шешуші рөлі атқаруы тиіс деп есептеді. Олар революциялық күш, оларды революцияға шығару керек деп есептеген болатын. Ал енді қалған алып тастайық. Тек жүйелі үгіт насихат, орыс халқы революцияға дайын емес деген бұл
Лавровтың саясаты насихаттық бағыт деп аталады. Ал революциялық әрекеттер үшін қажетті жағдайлар жасау керек деп есептеген бұл халықшылдар болады, осы 70-ші жылдар. Осыны ұмытпаймыз. Так, бұдан бөлек бүлікті кешіктірмеңдер деп есептейтін бүлікшілдік бағыт бар, ол Ткачевтың бағыты болады, осыны ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. Так, Жапонияға байланысты контекст келіп отыр. Так, мәнмәті мен тарихи білімдеріңізді пайдаланып 1889 жылы Германия конституциясының үлгісіндегі конституция қабылдаған елді анықтаңыз. Жапония. Әрине, ол Жапония болады. Ал Қазақстан Республикасы 1995 жылғы 30 тамыздағы конституциясын Франция үлгісінде қабылдаған болатын. Осыны ұмытпаймыз. Ал Қытай дегеніміз ол қате жауап болады. Ол бізде 1958 жылы өзінің жаңағы конституциясын қабылдаған болатын. Ол кезде Қытай халық республикасының төрағасы деген сөз енгізілді. Ал Қытайдың 1912 жылы конституциясы Нанкин қаласында қабылданған. Ол да ұбт сұрақтарында кездеседі. Ал Моңғолия 1924 жылы құрылған мемлекет, оны 30 жылдары Жапония мойындаған еді. Моңғол халық республикасы дейді. Келесі, мәнмәті мен тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Жапонияда 25-ке толған ер адамдардың ие болған құқығын анықтаңыз дейді. Сайлауға қатысу. Әрине. Ал енді сұрақ, В, С, Д дистракторларының барлығы кімнің құзыретінде? Император. Императордың құзыретінде болады, әрине. Келесі сұрақ, мәнмәті мен тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Жапонияда қабылданған конституция бойынша императорға берілген құқықты анықтаңыз. Заңдарды бекітуге, парламентті таратуға. Дұрыс, өте жақсы. Так, бұқаралық саяси ұйымдар құруға дейді, бұл қате, бұл зиялыларға байланысты болады. Салық төлеу деген қарапайым халық, жұмысшылар бейбіт митингілерге қатысуға деген жұмысшыларға қатысты болады. Дұрыс жауап, заңдарды бекіту, парламентті тарату. Мәнмәті мен тарихи біліміңізді пайдаланып, Жапонияда 1889 жылғы конституция бойынша император отбасынан және ол тағайындалған өкілдерден тұратын палатаны анықтаңыз. Жоғарғы. Әрине, ол жоғарғы. Тура нені есептейсіздер ғой? Бундесрат дегенді. Бундесрат ол Германияның жоғарғы палатасы болады, және ол 1871 жылғы конституция бойынша Герман империясында ол жоғарғы палата болды, және ол императорын кайзердің отбасынан болған еді. Бұл да дәл солай. Ал енді төменгі палатасы, ол бізде депутаттар палатасы деп аталады, ол бізде халықтан, қарапайым халықтан сайланады. Сенат дегеніміз ақш-тың жоғарғы палатасын айтады, Қазақстан Республикасының жоғарғы палатасы, Италия конституциясы бойынша жоғарғы палата болады. Ұлттық жиналыс деген 1849 жылы Майндағы Франкфуртте шақырылған, және бұдан бөлек ұлттық жиналыс француз тарихында да болған еді, естеріңізде болса. Келесі. Мәнмәті мен тарихи білімдеріңізді пайдаланып, 1880 жылы либералдар ұйымдастырған алғашқы бұқаралық саяси ұйымды анықтаңыз. Парламентті құру лигасы. Дұрыс, өте жақсы. Енді сұрақ, 20 ғасырдың 30 жылдары Францияда фашистік әскери лига болған, және Делерок басқарған қайсысы? Отты кресшілер. Отты кресшілер болады, отты кресттер ұйымы. Оны ұмытпаймыз. Ал егер сұрақ былай келсе, 1919 жылғы Париж конференциясында құрылған халықаралық ұйым десе? Ұлттар лигасы. Ұлттар лигасы. Ал енді құрастырушылар, разработчиктер, яғни қасиетті лиганы ала береді. Ол бізде Осман империясына қарсы құрылған. Мен қазір талдауда отырмын, талдаудамын. Так, енді парламентті құру лигасы дегеніміз, бұл бізде дұрыс жауап болады. Қасиетті лига Осман империясына құрылған, қарсы құрылған христиандардың одағы болады. Келесі. Еуропадағы 1848-49 жылдардағы революцияларды олардың тарихи маңызымен сәйкестендіріңіз. Ал кеттік. Так. Франция революциясы дейді. Бұл жалпыға бірдей сайлау құқығының енгізілуі болады. 1848 жыл 22-24 ақпанда басталған, 25 күні осы заң қабылданған еді. Ал Германия революциясы бұл бізде
ұлттық жиналыста конституция қабылдады деген болады. Бірақ бұл конституция енгізілген жоқ, себебі 4-ші Фридрих Вильгельм бұдан бас тартқан еді. Так, басыбайлық пен самодержавиялық билік жойылды дейді. Бұл екеуі бір уақытта болмайды. Басыбайлық 1861 жылы Ресейде жойылды, самодержавие 1917 жылы ақпан революциясында жойылды. Феодалдық алым-салықтар жойылды деген ол бізде Австриядағы революцияның нәтижелерінің бірі болады. Осыны ұмытпаймыз. Келесі. Жаңа Еуропалық хартия Хельсинки қорытынды актісі дейді. Так, бұл бізде жаңа Еуропалық хартия дегеніміз кеңесті дамытудың жаңа бағытын белгіледі деген болады. Және де Хельсинки қорытынды актісі дегеніміз бұл бізде әріптестік негіздегі қауіпсіздік қағидаттарын қабылдау деген болады. Енді қалған жауаптарын алып тастайық. Экономиканың мемлекеттегі үлесін төмендетті деген бұл қай реформатордікі? Недегі? Ұлыбританиядағы. Маргарет Тэтчердікі болады. Осыныкі болады. Ал әлеуметтік шығындарды қысқарту жолы ол да Маргарет Тэтчердікі болады екен. Осыны ұмытпаймыз. Келесі сұрақ. 20 ғасырдың басындағы ғылыми техникалық саладағы үлес қосқан тұлғаларды олардың ашқан жаңалықтарымен сәйкестендіріңіз дейді. Так, Альберт Эйнштейн. Бұның жауабы қайсысы болады? Кванттық механика. Дұрыс, бұның салыстырмалық теория. Дұрыс, салыстырмалық теория болады. Ал кванттық механика деген Нильс Бор мен Макс Планктың жобасы болады. Осыны ұмытпаймыз. Келесі Генри Форд. Бұныкі қайсысы? Алғашқы автомобиль. Дұрыс, алғашқы автомобиль болады. Енді қалған жауаптарын алып тастаңыздар. Химиялық элементтердің периодтық заңы деген кімдікі? Менделеев. Дұрыс, ол 1869 жылы Дмитрий Менделеевтің жасағаны болады. Осыны ұмытпаймыз. Ал егер сұрақта былай келсе, 1905 жылы қозғалыстағы денелердің электродинамикасы еңбегін жазды десе, ол кім болады? Варианттарында. Ол Эйнштейн болады. Ал егер сұрақ былай келсе, алғашқы өнеркәсібінде конвейерлік жүйені енгізді десе, ол кім болады? Генри Форд. Ол әрине Генри Форд болады. Бұны ұмытпаймыз. Так, бұның жауабы бізде осы дұрыс жауап. Айтпақшы, Генри Фордтың автокөлігі 1908 жылдан бастап сатылады, және де $30 аспайды. ақш-тың аумағының кеңдігіне байланысты бұл бізде яғни ең көп табыс әкелген сала болады. Мынандай сұрақ бар. 1920 жылдары Америка құрама штаттарының ең басты саласы десе автомобиль болады. Келесі сұрақ. Так, Испан демократиялық революциясының қарсаңында билікке келген саяси қайраткерлерді тарихи оқиғамен сәйкестендіріңіз. Алькала Самора 1931 жылы 14 сәуірде 13 Альфонс қашып кеткеннен кейін билікті алған адам, ол не істеді? Демократиялық конституция қабылдады, дін мемлекеттен бөлініп шыққан болатын. Осыны ұмытпаймыз. Ал Мигель Прима де Вера не істеді? Әскери диктатура. Дұрыс, әрине ол бізде әскери диктатураны не істеді? Орнатты. 1923-1930 жылдар аралығы болады. Ал енді қалған жауаптарын алып тастайық. Коммунистік партия билік басына келген жоқ бұларда, бірақ коммунистер республикалық үкіметтің құрамында болды. Ал испандық Фаланга партиясын 1933 жылы құрған Мигель Прима де Вераның баласының есімі кім болады? Хосе Антонио. Дұрыс, Хосе Антонио Прима де Вера болады. Осыны ұмытпаймыз. Так, енді ары қарай кеттік. Келесі. Так, Ұлыбритания үкіметінің басшысы Маргарет Тэтчердің жүргізген саясатын оның мәнімен сәйкестендіріңіз дейді. Экономикалық саясаты. Так, экономикалық саясаты десе, бұл кісі не істеді? Жанама салықтарды арттырды. Ал әлеуметтік саясаты ол білім беруге бөлетін қаржыны қысқартты. Жалпы әлеуметтік салатта жаңағы үлкен ақша жіберудің бәрін қысқартып тастады. Осыны ұмытпаймыз. Неоконсерватизм деп аталады. Қалғандарын алып тастайық. 1946 жылы атом бомбасын шығару туралы шешім қабылдаған, ол
1945-51 жылдары лейбористік үкіметті басқарған Клемент Этли болады. Ал әлеуметтік реформалардың ауқымды бағдарламасын жариялаған ол бізде Гарольд Вильсон деген қайраткер бар, 1964-70 жылдар аралығында билік жүргізген. Дұрыс жауабы білім беруге бөлетін қаржыны қысқартты деген болады. Келесі сұрақ. Так, Жапон ғажайыбы құбылысына себеп болған ел ішінде жүргізілген реформалар. Жалпы Жапония 1945 жылы соғыста жеңілді. Және соғыста жеңілгеннен кейін өзінің экономикасын реформалау жөнінде шешім қабылдаған болатын. Міне осы жолда ол не істеді? Помещиктік жер иеленуді жойды, императордың билігін шектеді және милитаризмнен бас тартты. Енді сіздерге сұрақ, милитаризация дегеніміз не? Әскерилендіру. Дұрыс, әрине бұл бізде әскерилендіру, иә, ұмытпаймыз. Так, енді ары қарай кеттік. Қалғандарын алып тастайық. Партия бір партияның билігінде болды дейді. Бұл бізде социалистік елдерге қатысты, бұл қате жауап болады. Келесі, бірнеше 5 жылдық жоспарлар қабылданды дейді. Бұл социалистік елдерге қатысты болады. Коммунистік КСРО мемлекеті шетелдік көлемді инвестициядан бас тартты дегенде қате жауап. Керісінше Жапонияға инвестиция көп келген болатын. Келесі сұрақ. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырда империя дағдарысымен қатар мәдениеті тоқырауға ұшыраған елдер. Рим. Әрине бұл Рим ғана болады. Ассирия мектеп бағдарламасының 5-ші сынып оқулығында бар, дистракторларға алынады, бірақ бұл дұрыс емес жауап. Бұрынғы кітаптарда болатын. Так, белгілеп қойып жүрмейік. Үндістан дегеніміз ол бізде империя емес, так, бұл қате. Так, Италия бәрі де империя емес екен ғой, қалғандардың барлығы тәуелді мемлекеттер болды, бұлардың жауабы дұрыс болмайды. Келесі сұрақ. Так, Мин әулеті тұсындағы мата өндірісі орталықтары. Бұл қай жерлер болады? Сунцзян және Шанхай болады. Енді мынау Сузhou, Ханчжоу, Нанкин қалаларында жібек өндірісі дамыған. Ал Цзянсиде қандай? Фарфор, темір өндірісі жақсы дамыған болатын. Темір өндірісі деген ұбт сұрақтарында кездеседі. Гуандун деген жер кездеседі, Уху деген бояумен кездеседі ұбт сұрақтарында. Солардың барлығын бөлу керек. Тайвань қант шығарады, ұбт сұрақтарында кездеседі. Бұның жауабы бізде Сунцзян мен Шанхай болады. Келесі сұрақ. Физика саласында 19-шы ғасырдың аса көрнекті жетістіктері. Бұның жауабы қайсысы? Так, физика десе, бұның жауабы энергияны сақтау заңының ашылуы, энергияның айналу заңының ашылуы. Бұны жалпы түрде құрған Михаил Ломоносов болатын. Оны іс жүзінде дәлелдеген неміс физигі Майер болады. Қалған жауаптарын алып тастайық. Гальваникалық батареяны Вольт ашты, ол 18-ші ғасыр болады. Бұл қозғалтқышын ойлап табуы 1769 жылы патент алған, айтпақшы бүгінгі күні, бүгін 5-і ғой, ол бізде Уатт болады. Ал медицина, микробиология салаларын ашқан, енді ол бізде Луи Пастер микробиологияны ашқан болатын. Ал жіп үйіру мәшинелерін жетілдіру, ол 18-ші ғасыр, сол себепті ол да дұрыс жауап болмайды. Келесі сұрақ. Так, 20-шы ғасырдың 20-30 жылдары медициналық диагностикада жүрек пен мидың функцияларын зерттеуде қолданыла бастаған аппараттар. Бұның жауабы электрокардиограф болады, және де электроэнцефалограф болады. Ал мынау эхокардиограф, магниттік резонанстық томограф дегендер, немесе компьютерлік томограф дегендер, олар 70-ші жылдардан кейін пайда болған. Өйткені компьютердің өзі 1976 жылы пайда болған еді. Так, сонымен 40-ші сұраққа келдік, тестімізді аяқтаймыз. Так, мына 31-ші сұрақты бір қарай салайықшы, жаңа бір сәйкестендіру ойымда қалып қойды да. Так, дұрыс екен. Так, сонымен аяқтайық. Төрт болады. Жақсы, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің тест талдауымыз аяқталды. Қаңтар ұбытысы нұсқаларын талдау курсына сіздерді шақырамын. Бұйырса, нағыз ұбытыда 140 балл иегері атаныңыздар. Сау, саламатта болыңыздар. Сау болыңыз.